Жастарға мамандық таңдау оңай жұмыс емес. Заман өзгерген сайын адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болды. Қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, сәйкесінше түрлі мамандықтар келді. Бүгін біз еңбек нарығындағы көп сұранысқа ие 7 мамандықпен таныстырамыз. Бастамас бұрын каналымызға жазылып лайк басамыз. Жаңа видеомызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Қазіргі таңда көп адам, әсіресе әйел адамдар әдемі болғысы келеді. Сондықтан шаштараз, маникюр шебері, косметологтар, сәндегіш мамандығы танымал болып келе жатыр. Және жалақылары да аз емес. Менеджмент саласы өте кең, және бос жұмыс орындары да өте көп. Әсіресе сауда-саттық менеджері және клиенттермен жұмыс істейтін менеджерлер. Банк ісі қызметімен байланысты мамандар еңбек нарығында кең сұранысқа ие. Соның ішінде несие сарапшысы мамандығы. Технология қанша дамыса да, адам баласын аурудан қорғай алмады. Медицина саласы барлық уақыттарда да маңызды болып саналады. Сонымен қатар жеке емхана саны көбейіп келе жатыр. Сондықтан да дәрігерлік білімі бар адам жоғары жалақы алуға мүмкіндігі бар. Бұрындары инженер мамандығы маңызды және беделді болмады. Қазіргі таңда көптеп өндіріс орындары ашылуына байланысты техникалық мамандарға сұраныс өте жоғары. Техникалық жоғары оқу орындарының студенттері уайымдамаса болады. Себебі оларға жалақысы жоғары жұмыс табылады. Қазіргі заманда ғаламторсыз өмірді елестету мүмкін емес. Кез келген өнеркәсіптің, кәсіпкерлердің жеке сайттары болса, ал миллиондаған адамның жеке парақшалары бар. Осындай сайттарды жасай алатын және дамытатын қызметтер жоғары сұранысқа ие. Бүгінгі таңда ең көп сұранысқа ие мамандықтар олар құрылысшылар. Көп қалалар дамып, көптеген зәулім үйлер, бизнес орталықтары, жаңа ғимараттар салынып жатыр. Соның бір жарқын көрінісі өзіміздің Астанамыз. Білімді және білікті құрылысшылар жоғары сұранысқа ие.